достар, бүгін балық икрасын пісіретін боламын. Мынау сазан балығының икрасы. Қазір оның дайындалу жолдарын көрсетемін. Ең бірінші мына жаңағы икраның сыртын қаптап тұрған пленканы алып тастаймыз. Шейлеп аламыз. Осылай әбден еземіз барлығын. Көп тұрғандағысы ішінде пленкалар шығып жатса, шейлеп алып тастаймыз. Үстіп езіп аламыз да үстіне сүт құямыз. Сүт құйып әбден былғап еземіз. Саламыз, араластырамыз. Оны саламыз, араластырамыз. Майын, енді өсімдік майын құямыз. Араластырамыз. Тұз бен бұрышымызды саламыз да араластырамыз. Қызды енді саламыз. Осындай етіп балалардың жеуге қолына ұстауға ыңғайлы етіп пісіреміз. Мынандай үлпілдек болып пісіп жатыр. Мінекей бірінші пісірген порциямды балалар алып кетті. Дополнительно май құйып отырамыз. Піседі. Балаларым жақсы көреді, осылай жасасаңыз. Сіздердің балаларыңызды сүйіп жейді деп ойлаймын. Қалай балам, жақсы ма? Мынандай ма? Лайк қоясың ба?